Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Астана әкімдігі құрылыс компаниясына алданған тұрғындарға митинг өткізуге рұқсат бермеді. Екі құрылыс компаниясына ақша салып, не баспанасын ала алмай, не ақшасын қайтара алмаған азаматтар бұған дейін митинг өткізу жөнінде әкімдікке өтініш жолдаған. Наразы тұрғындар Астана қаласы әкімдігіне 20 наурызда сағат 11:00-ден 13:00-ге дейін Пушкин көшесінен Құдайбердіұлы даңғылының қиылысындағы саябақта бейбіт жиналыс өткізу жөнінде өтініш берген. Үлескерлер сол арқылы үкіметтің назарын қоршалаған тас жолы номер 40 учаске мекенжайында орналасқан Royal House тұрғын үй кешені құрылысын аяқтау проблемасына назар аудартқысы келген. Шамамен 100 адам жиналатынын хабарлаған қала әкімдігі өтініш бергендерге дәл сол күні аталған орында мәдени-спорттық іс-шаралар өтетінін хабарлап, митинг өткізуге рұқсат бермеген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.